Бір апта нан жемесеңіз не болады? Ең бірінші арықтайсыз. Егер салмағыңыз жоғары болса, нанды азайтқан дұрыс. Бірақ наннан толықтай бас тартуға болмайды. Сапалы ұндарда болатын Б дәрумені ағзаға қажет. Қара нан мен ақ нанның айырмашылығы бар деп жатады. Бірақ олай емес. Екеуінің құрамы бірдей. Тек қара нанның қышқылдығы жоғары. Нанды таңғы түскі уақытта жеп, кешкі уақытта азайтқан дұрыс. Бір аптаға нан жемей шектеу қойғанда терідегі бөртпе кеткен, энергия көбейген. Қандай тағам болмасын нормамен қолданбасаңыз, денсаулығыңызға зиян келтірері анық. Және нанды көп тұтынса, іштің ісінуі, желдену болады. Құрамында глютен мен бос углеводтар болғандықтан осылай болады. Және дүкеннің емес, үйдің нанын жеуге тырысыңыз. Нанның пайдасы мен зияны оның түріне, ұнның өңделуіне, ұнның сапасына байланысты. Ал сіз қандай нан жеп жүрсіз? Әппақ құнары жоқ, яғни құрамында витамині болмайтын нанды алмаған дұрыс. Ал дәнді дақылдармен пісірілген нанның орны бөлек.